Баршаңызға сәлем. Осыдан бірнеше күн бұрын анам қоңырау шалды. Дауысы дірілдеп, біртүрлі аянышты естілді. Біздің бір алыс нағашыларымыз коронавирустан көз жұмғанын айтты. Бұл менің жанұямдағы осы індеттен екінші өлім. Пандемия басталғалы бері анам коронавирусқа онша сенбейтін. Менің қақсап айтқанымды онша тыңдамайтын. Ал енді сенгендей болды. Сіздің көзіңізге бұл ауру онша көрінбеуі мүмкін. Сізде оған онша сенбей, коронавирус туралы жаңалықтардан жалыққан боларсыз. Бірақ ойланып көріңізші, егер әлемдегі барлық үкіметтер, барлық елдер карантинге жабылып, экономикаларын сонша ауыр жағдайға қойып жатса, онда оның шынында да себебі бар шығар. Коронавирус біткен жоқ және бітпейді де. Біздің елде соңғы күндері аурулардың саны күн санап қорқынышты қарқынмен өсуде. Денсаулық министрі Біртанов коронавирус жұқтырып, премьер-министр Мамин мен Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев карантинде. Тек өткен тәуліктің өзінде ғана 800-ден астам ауру анықталып, бір апта ішінде 21 Қазақстан азаматы көз жұмды. Бұл рекорд. Ал ең қиыны өткен аптада Біртанов айтқандай, біз бай ел емеспіз. Еуропа елдері сияқты карантинді ұзақ ұстай алмаймыз. Біздің қанша уақытымыз бар? Және Қазақстанның жағдайы туралы сарапшылар не деп жатыр? Осы туралы әңгімелесетін боламыз. Кеттік. Сонымен Қазақстанда коронавируспен сырқаттанғандардың саны 20 мыңға жақындап келді. Қазір елімізде симптомы жоқ адамдарды қоса алғанда 19.701 жағдай анықталды. Кеше ғана 803 ауру анықталды. Оның ішінде 313 симптомы барлар және 490 жоқтар. Бұл тек анықталғандар ғана. Время газетінің журналисті Михаил Казачковтың хабарлауынша, аурудың саны одан да көп болар еді. Бірақ зертханаларда реактивтер жоқ көрінеді. Сондай-ақ 4 өлім тіркелді. Астана, Павлодар облысында және Ақмола облысында. Бір апта ішінде 21 науқас көз жұмды. Әзірге бұл рекорд. Еліміздің 4 облысында карантин қайта күшейтілді. Бұл Алматы, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстары. Көкшетауда блок бекеттер қайтарылды. Астанада болса 15 маусымнан бастап кинотеатрлар, ойын орталықтары, балабақшалар ашылмайтын болды. Шенеуніктер тұрғындардың салғырттығы оған себеп болып отыр дейді. Бірақ вирус денсаулық сақтау министрлігінің өзінен де шықты. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов коронавирусты жұқтырды. Ол ауруханаға жатқызылды. Осыдан кейін премьер Асқар Мамин өзін-өзі оқшаулауға кетті. Себебі ол Біртановпен бірге аймақтарға сапар шеккен болатын. Сондай-ақ Біртанов сапарынан кейін Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев та оқшауланды. Жалпы Біртановтың өзі өткен аптада карантинді әлсіретуге байланысты түсініктеме берген болатын. Министр қазақстандық тележүргізуші Динара Сатжанға сұхбат берді. Онда ол Қазақстан карантинді тым ерте әлсіретті ме деген сұраққа жауап берді. Егер біз өте бай ел болғанда, онда әрине кейбір еуропалық елдер сияқты 3 ай бойы карантинді өткізер едік. Бірақ біз әлі күнге дейін өкінішке орай 3 ай бойы адамдарға түк істетпей үйде оқшаулайтын бай ел емеспіз. Біз жұмыс істеуіміз керек, өзімізді және отбасымызды асырауымыз керек, деді Елжан Біртанов Инстаграмда өткен тікелей эфирде. Көптеген қазақстандықтар шағын және орта бизнес саласында жұмыс істейді. Бұл карантин әлсірегеннен кейін ескерілді, дейді министр. Ол не болса о болсын деп адамдарға коронавируспен ауруға мүмкіндік беретін кейбір елдердің саясатымен келіспейтінін баса айтты. Біртановтың айтуынша карантин қажетті шара. Біз мүмкіндігінше алдын алу шараларын қабылдау керек деп санаймыз. Біз карантинді өте сәтті қолдандық және оны керек кезде алып тастадық. Карантин өте тиімді, бірақ өте қымбатқа түсетін шара. Егер біз карантин қолдануды жалғастыра берсек, күзде басқа науқастарды емдейтін ештеңеміз қалмайды, деді министр. Әңгіме барысында Динара Сатжан Қазақстан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан материалдық көмек алып жатыр ма деп сұрады. Бұл көбінесе психологиялық қолдау. Біздің үкіметтің жұмсайтын ақшасы ДДСУ-мен салыстырғанда психологиялық қолдауға қарағанда көбірек. Біз ұйыммен немесе басқа елдерден ешқандай қомақты қаржы алып жатқан жоқпыз. ақш, Қытай және тағы басқа елдерден технологиялық көмек қабылдаймыз. Біз соған да ризамыз. Бірақ біз үшін әдістемелік қолдау маңызды. Емдеу технологиялары, тәсілдер. Біз ешкімнен ақша сұрамаймыз. Тестілеуге, емделуге қаражатымыз жетерлік деп жауап берді Біртанов.
Жалпы алғанда коронавируспен күресу үшін дәрі-дәрмектер, сынақтар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға бюджеттен қосымша 100 миллиард теңге бөлінді. Біз әлі 3 ай аралығындамыз. Бұл жұқпалы ауруларға карантинге арналып ашылған ауруханаларға ақы төлеуге арналған қаражат. Олар жалақы, емделу, халат, маск үшін төлейді. Бұл Қазақстандағы жұқпалы ауруларға арналған 50-60 аурухана, сонымен бірге дәріханалардың бірдей мөлшері карантиндік медициналық мекемелер. Бұл науқастарды емдеу үшін біз шамамен 37 000 төсек орындарын орналастырдық, деді Елжан Біртанов. Сонымен қатар жеке қорғаныс құралдарын сатып алуға шығындар көбейді. Бұған дейін Қазақстан жылына 20 миллионға жуық бетперде сатып алатын. Енді індет кезеңінде айына 15 миллионға жуық маска қолданылады. Сонымен қатар олар дәріханаларда қымбаттады. Өйткені шикізат бағасы да қымбаттады. Билік карантинді пайдаланып, белсенділерді қудалау мен адам құқығын таптайтын заңдарды қабылдап жатқанында шындық. Адамдар денсаулығы екінші орында сияқты. Денсаулық министрлігі жұмысын дұрыс атқарып жатқан жоқ. Сондықтан сіз өзіңіз денсаулығыңыз туралы ойлануыңыз керек. Далаға шықсаң, адамдар маска кимей, емін еркін жүр. Қонаққа барып, қызуы көтерілсе де, елге шығудан қорықпайды. Коронавируспен ауырғандардың сұхбаттарын оқып қарап көріңіз. Бұл ауру өкпеңізден 1-2 аптада түк қалдырмай, демала алмайтын жағдайда адамдар қайтыс болатын ауру. Кейбір елдер коронавирусты жеңгенін хабарлайды. Солардан не үйрене аламыз? Алдымен Жаңа Зеландияға назар аударайық. Олардың премьер-министрі Джасинда Ардерн карантин туралы хабарлағанда, адамдар барынша құлақ асып, үйде қалуға тырысып, қолдардан келгенін жасады. Францияда індетті жеңген екен. Ол туралы Франция президенті Эммануэль Макрон хабарлады. Мейрамханалар, кафелер мен барлар жұмысын қайта бастады. Мектептерде карантин алынды. Әрине, біздің халық биліктің айтқан бірде-бір сөзіне сенбейді. Бірақ басқа елдердің тәжірибесіне сенейік. Біздің экономика онсыз да әлсіз. Тағы бір толық карантинге күшіміз жетпейді. Билікке де үміт артпаған жөн. Сондықтан сізден сұрайтыным, аурудың қатерлігі туралы ұмытпаңыздар. Тойға, басқа адамдармен керексіз кездесулерге бармаңыз. Маска киіп қолыңызды үнемі жууға тырысыңыз. Өзіміз туралы ойламасақ, бізді басқа ешкім ойламайды. Ал менде бүгінге осы видеомен бөлісіп, лайк басып, каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыз.